осындай әдемі күшті четкасы, мына қараңыздар, басында қалпақшасы бар, даже мынаның материалының өзі ұстаған кезде өте қолға жағымды. Және мына басындағы түтікшелер мен мына сыртына пластмасс дейміз ғой, өте экологиялық таза материалдардан жасалынған. Бұл яғни сіздің ауыз қуысыңызға, ауызға жаңағы тіс өткізіліп жатқан кезде ешқандай бактерия, вирус дегендерді болдырмайды, туындатпайды. Және менде өте мықты мынандай нәтиже болған. Жаңағы баласы 8 жаста, бірақ тісін қайрай береді, ұйықтаған кезде ішім ауырады деп айтады. Сол кезде сіз зубный паста алып едіңіз, соны балаңызға аш қарынға тілінің астына таңертең салып жүріңізші дедім. Үзбей бір ай істеткен кезде баласының ішінен үлкен көлемде құрт түскен болатын. Егер сіздің де балаңыз или өзіңізде де сондай бір жағдайлар болып жатса, сізде солай жасап қайталап көрсеңіз болады, міндетті түрде нәтиже болады. Бұл ешқандай кері әсерін бермейді, ешқандай да зияны жоқ. Сондықтан алаңсыз үзбей қолдана берсеңіздер болады. Және керемет бір функциясы, беттеріңізді аптасына бір рет тазаласаңыздар болады. Беттегі безеуді жақсы кетіреді, беттің тестерін өте тазалайды.